Қарттар үйі. Жасылғайып қараусыз қалған қарттарымызды қамқорлық қылатын әлеуметтік қорғау нысандарының бірі болып табылады. Осы орайда қарттар күніне орай университетіміздің гуманитарлық әлеуметтік ғылымдар факультетінің журналистика және филология кафедрасы журналистика мамандығының топ кураторы Иматаева Айгүл Жангелдіқызы, Қасабай Бота ғалымқызы мен Тошбекова Айсұлу Бекмағамбетқызы бастаған 1-3 курс студенттері «Қарттарым асыл қазынам» атты тақырыбы аясында номер 2 Тараз қалалық қарттар үйінде қайырымдылық акциясын ұйымдастырды. Белсенді студенттер тазалық жасап, сенбілік шараларын өткізді. Мұндағы мақсат жас жеткіншектердің бойына үлкенді сыйлап тыңдай білуге, халқының салт-дәстүрінен нәр алуға, инабаттылық пен мейірімділікке тәрбиелеу. Аталмыш қарттар үйінде кафедра меңгерушісі филология ғылымдарының докторы, профессор Көпбаева Меруерт Рахымбайқызының мұрындық болуымен қой сойылып, дастархан жайылып, Құран оқытылды. Қарттар үйіне келген студенттер қарттармен әңгіме дүкен құрып, тағылым мен тәрбиеге толы әңгімелерін тыңдап, естелік суретке түсіп, қарттардың көңілін бір көтеріп қайтты. Номер 2 арнаулы әлеуметтік қызметтер ұсыну орталығының мекемесінің директоры Кушанова қайырымдылық акциясын ұйымдастырғаны үшін топ кураторлары Иматаева Айгүл, Тошбекова Айсұлу және Бота Қасабайды алғыс хатпен марапаттады. Жас үлкенді қадірлесе құт болар деп, Махмұд Қашқари айтқандай, қарттарымыз қазынамыз. Жазира Ережепбаева, Мұрагер Такебаев, Тармолаев.